Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздерге бүгінгі видеомда жүгерінің шашағының емдік қасиеті бар екенін бөліскім келіп отыр. Базар жағасында қаптап сатылып жатқан кәдімгі жүгерінің шашағы сан түрлі емге дәру екенін біріңіз білсеңіз, біріңіз білмейтін боларсыз. Піскен жүгеріні жақсы көрмейтін жан сирек шығар. Ал оның шашағының емдік қасиеттері өте көп. Бауырды емдеу үшін ұсақталған жүгері шашағының 2 ас қасығын 1 стакан қайнаған сумен араластырыңыз. Стаканның бетін жауып, ыстық су құйылған ыдысқа салыңыз. Шамамен 20 минуттай булау жасау керек. Белгіленген уақыттан соң стакан алып, балалардың қолы жетпейтін жерге қоясыз. 40 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан ішесіз. Емді тамақтан соң күніне 4 рет қабылдау керек. Емделу мерзімі 2-3 апта. Бүйректі емдеу үшін 50 грамм ұсақталған жүгері шашағын жарты литр суға салып, баяу отта қайнатасыз. 5-10 минуттай қайнаған соң отын сөндіріп, тұндырып қойғаныңыз. Шамамен 30 минуттан кейін сүзіп алып, аз-аз жұтымнан күні бойы ішіп тауыстыңыз. Емделу ұзақтығы 2 апта. Бұл тұнба бүйректің жұмысын жақсартады, нәсіп жолдарын тазалайды, ісікті қайтарады, сиситке ем болады, бүйрек пен өттегі тасты түсіреді. Жүгері көптеген адамдар бала кезінен жақсы көретін дәм. Қайнатылған жүгері бала татыған попкорннан бала кездің дәмі байқалады. Айтпақшы, қазір жүгеріні пісетін маусымы. Пайдасы орасан өнім жайлы тереңірек білгіңіз келе ме? Онда сізге қызықты мәліметтер тізбегін ұсынамын. Көптеген ғалымдардың дәйегіне сүйенсек, жүгері жер бетіндегі ең алғашқы нан өсімдігі. Жүгері алғаш орталық және оңтүстік Америкада өсірілген. Оңтүстік Америкадағы Перуде жүргізілген зерттеуде біздің заманымызға дейін 5 мыңжылдыққа жататын жүгері өнімі табылған. Сондықтан жүгеріні ықылым заманнан адам өмірінде азық болған деген пікір ақылға қонымды. Америкада жүгеріні майя тайпасы майс деп атаған. Ал майя тайпаларының майстың бірнеше сортын өсіргені белгілі. Оның ішінде тез пісуге бейім қораз әні деген түрі бар. Қораз әні сорты көктеу басталысымен 2 айда пісіп жетілсе, майс қыз сорты 3 айда жеуге жарамды болады. Сондай-ақ майялықтар 6-7 айдан кейін пісіп жетілетін майс кемпір атты жүгері түрін өсірген. Жүгері өнімі сіз ойлағандай қарапайым емес. Жүгері дәрумендердің қоймасы, олардың ішінде Е дәрумені, В, К, Р, Д, С дәрумендері, фосфор, калий, магний, мыс және никель бар. Сонымен қатар оның құрамында пайдалы май және эфир майлары, қышқылдар және басқа заттар бар. Мысалы, антиоксиданттық қасиеттері бар. Жүгері жүрек тамыр аурулары, инсульт, инфаркт, қант диабеті қаупін азайтады. Көру қабілетін сақтауға көмектеседі және өт қабының тонуын арттырады. Жүгеріні жиі тұтынсаңыз, холестерин деңгейін қалыпқа түседі. Асқазан жолдары қызметін реттейді. Жүгері жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысын реттейді. Назарларыңызға рахмет.